Дүнияға Голодомор хақында айтып бермек. Кениш ойнатуға ақиқатының қиметі фильмі шықты. Бұл Британия журналисті Гаррет Джонс ве оның тақиқ ақында тарих драма. О Украинадаки 32-33 сенелері açılığı hakkında dünyaya айтып берген бірінші инсандыр. Тәфсилатлыca мұхбиріміздің левқасында. Ақиқатының қиметі тарихи триллер Британия журналисті Гаррет Джонсның хикаясыны айтып бере. 1933 сенесі о Украина бойынша саятқа шыққа. О өз көзлерінен Совет хакимиеті тарафından Украин халқының геноцидini көре. Джонс Голодомор хақында ақиқатны бүтін дүнияға білдірмеге істей. Журналистің рөліні фильмде Британия актері Джеймс Нортон ижра ете. Голодомор хақында не қадар чоқ ешітіп біледім, о қадар чоқ ачув есетедім. Халқара топлылығы бұны ақиқаттан не олғанына қабыл етмегеніне пек мұшкүл бір шей. Ама бүгінде яқшысы шу ки Голодомор хақында кет-кеті чоқ айтыла, ве дүния бұның хақында білежек. Фильм яратылуына $11 миллион яқын масраф етілді. Чекішлер Бүйік Британия, Полония ве Украинада олды. Фильмін яртыжыларынан бірісі лех режиссері Агнешка Холланд. Менімже 20 асырда инсанлық өзінің ең дежетлі тарафларыны көстерді. Бұл кебешелер кенет текрарланмаса, біздің несліміз бұндан огренмелі. Ама шымды көрем ке тарихының эпосы аджи и бред дерслеріні менімсемедік. Тарихчыларының түрлі мәліметіне көре сүнни açылықтан Украинада 4-10 миллионға адам әлі қалды. Совет хакимиеті бүтін тарих девамында бұл жинайетке алақасыны гизлеп келді. Фильмні баққан зияретчілерге өз фікірлеріні білдірмеге ағыр олды. Тесуратларны ағыр айтмаға иелер демек қиын. Gerçekten айтсам фильм ағыр, бұл пек жидди бір фажия. Залдаки адамлар ағлай, о девір ақында пек шыдлетлі весіқалы левхалар бар. Бұл gerçekten yüksek seviyeli film деп айта білем. Фильм пек мирақлы дүнияда, еркез оны бақмақ керек. Украинада да бұл Голодомор ақында шығарылған фильмлерден ең ейісі. Кениш ойнатуға ақиқатның қиметі фильмі бүгінден башлап шықа. Артем Холуб, Максим Хрдобик, Имран Усейнов, UATV.